Типа, бәріңе сәлем. What's всем бірге мен Нұридин. Короче, бүгін мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Енді өз аудиторияңмен кішкене связьда болу үшін осындай видеолар түсіріп отыру керек. Кім біледі, кім білмейді, мен алдында дейтін ютубта сообщество дегенде сұрақ жаз деген запись шығарып кеткен едім. Мен сіздерге бұны көрсеткім келмейді, өйткені ол жерде өте біртүрлі сұрақтар келді. Так что бүгін мен ең идеальный нормальныйларына жауап беруге тырысатын боламын. Түсіреміз. Сен бір аралға кетіп жатсың 5 сағат таңда. Мен мысалы бір остров алып кетсе, өзіңмен 5 сағат алып кет дейді, Так, ең біріншіден ол обязательно телефон, но ол жақта сет ұстамайды ғой. Ну ладно, енді өзіме өте көп тамақ алып аламын. Стоп. Бұл жерде любой зат тең деп тұр, мен өзіме вертолет алып аламын да қайтадан ұшып кетемін. Гений. Ол қазақ болмағанда қай елде туылар едің? Сіздерге кім айтты мені қазақ деп? Бірақ шетелде, конечно, примерно бір Америка или Франция жақта. Жоқ, мен Американың бой болмай, просто қазақ болып сол жақта туылатын едім, да? Еші. Жайша видео түсіріп жүрсің ба? Серьезный болуға тырысшы. Блин, мен не серьезно емеспін бе не? What? По идее, түрім бір үлкен мужиктікіне ұқсайды, по идее. Неге кепкада түсіре бересің? Егер ұнамаса, бүйтіп қыстырасың. Allez, on vous voit, on est tout un vrai, ou bien on s'as. Қуасың ба? Жоқ, блин, қашам еумайы. Сен қалай қырнасың? Мен қалай қырнам? Прикол айтшы. Жарайды, сіздерге әлемдегі ең күлкілі анекдот айтайын. Бұны мен бұрынғы аталарымнан естіген, так что тыңдап алыңыздар. Бауырсақ асылып қап. Қанша уақыт ұйықтайсың? Мінеки нормальный сұрақ. Сондықтан примерно айтқанда жарты күндей. Қызбен ақша үшін жүрдің ба? Кешіріңіздер, но мен ақша үшін кездеспеймін. Блогер болу қиын ба? Идея қиын емес, тек қана камераға тұрып, және монтаж жасай алсам, блогер болу ол өте оп-оңай зат. AirPods немесе просто өзім өңші. Конечно, AirPods, мен бұрынғы AirPods'тарым бар еді, бірақ ол каким-то образом жоқ болып кетті. Жоғалтып алдым да десем не болады. Қазір мен простой наушник ұстап жүрмін, оның еще бір құлақ істемейді. Мен Алиэкспресстен тапсырыс беріп қойғам, но әлі келмеді. Сүйікті тиктокерің. Кім айтты сіздерге мен тикток көреді деп? Ойнап айтамын, әрине, қазір бәріміз тикток көретін шығармыз. Байтын. Менің духиннің иісі қандай? Мінеки иіскеп көріңіздер. Жақсы иіс емес пе? Кемсің ба? Біріншіден, мен кемс емеспін. Екіншіден, кемс деген не? Қанша подписчик болған қалайсың? Әзірге осы YouTube каналымда 10 подписчик болған қалайым, ал ары қарай 50 мың, 100 мың, миллион, триллион, сексиллион, триллион. YouTube'да активім түсіп кетті ғой. Білем, ол кімнің кесірі екенін де білем. Ол мен әрине өзімнің кесірім. Көп видео шығармаймын, және менің подписчиктерім де маған лайк баспайды, жақсы комментарий жазбайды. Сондықтан да менің арнама тіркеліп лайк басамыз. Қай жылғысың, братишка? Менді... Стоп. Нама, братишка деп тұрмын. Братишка. Really, братишка, ё-моё. Қанша қызбен жүрдің? Так, санап қойды. Білмеймін. Сен магазиннен алған жұмыртқа жейсің ба, әлде тауықтан туған жұмыртқа жейсің ба? Магазиндегі жұмыртқалар тауықтан туылмай ма не? Білмеймін, бұл прикол үшін қойып тұр ма әлде сұрақты, или шынымен қойып тұр ма? Точно ответ берейін. Мен тауықтан туған жұмыртқа жеймін, тек магазиндікін жеймін. Чо. Әнші болуға мүмкіндігің болса, қандай жанр таңдар едің? Мысалы, кей-поп, рэп, классика тағы басқа. Мен
әрине рэпер болар едім. Қандай музыка тыңдайсың? Мен ән таңдамаймын, просто ұнаған әнді тыңдай берем. Сүйікті ән жанрым. Осындай деген керемет видео болды. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз.